Барлық мақтау әлемдердің Раббысы болған Алла Субхану Тағала және де әлемге рахмет етіп жіберілген тақуалардың имамы, пайғамбарлардың мырзасы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға және оның жанұясы мен сахабаларына Алла Субхану Тағаланың сәлем мен игілігі болсын. Алла Субхану Тағала Құран кәрімде былай дейді: «Күллу нафсин заиқатул маут». Әрбір жан иесі өлімді татады дейді. Өлім бұл адамның ең соңғы уақыты. Топырақ оның көрпесі, құрттар оның сырласы, нәкер мен мүнкар оның сұхбаттасы. Баратын жері ол қабір, ал жердің іші оның баспанасы. Уәде етілген жер ол қиямет күні, ал нағыз орнағатын орны ол жәннат пен тозақ. Қиямет хақ, жәннат хақ, тозақ хақ, өлім хақ. Міне адамның жалпы өмір кешу кезеңі 5 кезеңнен тұрады. Бірінші жатырдағы кезең, екінші бұл өмірде кезең, үшінші ол барзах әлем, яғни қабір азабы, төртінші ол қиямет күні, бесінші ол жәннат, тозақ, осы орын. Бұл дүниеде мысалы жақсы болсаңыз, үшінші, төртінші кезеңде, бесінші кезеңде жақсы боласыз. Бұл өмірде жаман болсаңыз, үшінші, төртінші, бесінші кезеңдерде жаман боласыз. Бірақ та бұл жаман болу, жақсы болу, жақсы жаққа бару, жаман жаққа бару ол тек қана үшінші кезеңде мәлім болады. Яғни қабір азабында. Өйткені қабір азабының алғашқы сұрақтары ол қияметтің сұрақтары болып есептелінеді. Кімде-кімнің мысалы қабір азабында жағдайы жақсы болса, оның ары қарай жақсы болады. Егер де жағдайы жаман болса, ары қарай жаман болады. Усман бин Аффан қабірдің басында тұрып жылайды екен. Сонда сахабалар: сен тозақ пен жәннатты еске алғанда жыламайсың, бірақ қабір азабын еске алғанда неге жылайсың дейді. Сонда ол пайғамбарымыз мына хадисін айтады: қабір деген бұл қияметтің алғашқы орындарынан болған бір орын. Кімде-кім бұл қабір азабынан құтылған болса, онда одан кейінгі өмірде жақсы болады. Ал кімде-кім бұл қабір азабынан құтылмайтын болса, онда одан кейінгі өмірі қатты қиын болады дейді. Міне бұл қабір азабы. Бұған біз иман келтіреміз. Иман келтіру уәжіп. Ал кім мойындамаса, ол адасушылық және бидағатшы болады. Құранда жалпы ғалымдар осы қабір азабына мына дәлел келтіреді: «Ан-нару ю'радуна 'алайха гудуwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab» деген. Оларға күндіз түні олар отқа тасталады. Ал қиямет қайым болғанда Фирауынның отбасын одан да қатты отқа тастаңдар деген. Міне бұл жерде ғалымдар күндіз түні олар отқа тасталынады деді. Қияметте күндіз түні деген нәрсе болмайды. Тек қана яумул қияма, қиямет күні деп сол үшін аталынады. Ол жерде түн болмайды. Сондықтан да бұл күндіз түн қай жерде болады? Жерде, яғни қабір азабында. Уғриқу уудхилун нар деген. Фирауын қалай өлді? Суға батып өлді. Суға батты да олар тозаққа, отқа кірді деді. Бірақ отқа қашан кіреді? Қиямет қайым болғанда. Сондықтан да бұл жерде қабір азабына дәлел болып жатыр. Суға кірді де ары қарай отқа барып азапталды деген. Сол сияқты қиямет күні оны қатты азапқа тастаңдар деді. Яғни қияметте ол тозақ оты. Сондықтан да қабір азабына осы аятты ғалымдар дәлел ұстанды. Сол сияқты Алла Субхану Тағала Құран кәрімде وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ деп айтқан. Алла Субхану Тағала сонда иман келтіргендерді мықты сөзбен аяқтарын, табандарын мықты етеді дейді. Фил дуния уа фил ахира деген. Бұл дүниеде және ақиретте деген. Бұл дүниеде мысалы ол қабір азабы. Ол жерде Ибн Аббас ол қабір азабында ол ашхаду ла илаха иллаллах деп айту керек. Міне осы сөзді Алла Тағала оған сәйкестіреді, сол сөзді айтқызуға дейді. Егер де мумин болатын болса, ықыласты болатын болса, ол жалпы осы берік сөз
жалпы өлім төсегінде болсын, мәләкіл маут өлім періштесін көргенде сол жерде берік болады біріншісі. Екінші қабір азабында, үшінші қиямет күні есеп берген күндері. Ал өлім төсегінде періштені көргенде ол жалпы оның берік сөзі үш жағдайда болады. Алла субханала тағала ол пендені күфірліктен пәктеп дұрыс сенімді қылады. Тіпті мұсылман болып өліп кетеді ол. Алла тағала періштелер жіберіп қойып оған жәннат жайлы хабар бергізіп қойды. Әрбір момын өлмей жатып өзінің орнын көреді, жәннатта орнын көреді. Сол сияқты ол тағы да періштелер оған жақсы сүйінші хабар беріп қояды. Аллахтың рахметіне бөліңдер деп сендерге. Ал қабір азабы да сонда үш жағдайда болады. Бірінші, Нәкир мен Мүнкар сұраққа алғанда Алла Тағаланың разы болатын сұрақтарға жауап береді. Раббың кім? Дінің не? Сендерге жіберілген кісі жайлы не айтасың деген. Раббым Аллах, дінім ислам, ал бізге жіберілген кісі ол Мұхаммад саллаллаху алейхиссалам дейді. Және ол қабірдің қорқынышын алып қояды. Сол сияқты қабірде ол өзінің жәннаттағы орнын көреді. Ал қиямет қайым болғанда, ол есеп бергенде Алла Тағала оған бұл сұрақтарына жақсы дәлелдер тұрғызу үшін сондай сөздерді үйретіп қояды. Азабын жеңілдетіп, есебін жеңілдетеді, және бүкіл азаптың бәрін мойнынан алып тастады. Міне осылай момындың жалпы тілін осы берік сөздерге Алла Тағала осы дүниеде де, қияметте де осылай бекітіп қояды. Барра бин Азибтан жеткен хадисте былай дейді ол: біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бір ансаридың жаназасына бардық. Оның жаназасына барып жерлеуге бара жатқанымызда оның қабірі әлі қазылып болмапты. Пайғамбарымыз ол жерге барып отырды. Біз де айналасына барып отырдық. Ешбір үн жоқ, тып-тыныш. Бәріміздің көзіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолында кішкентай ағашы бар, жерді шұқып отырып, кенеттен басын аспан көтерді. Алла субханала тағаладан қабір азабынан сақта деп дұға қылыңдар. Осылай 3 рет айтады. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзін жалғастырып, егер пенде момын болатын болса, ол бұл дүниеден аттанып қияметке қадам басқанда оның алдына жүздері күннің жарқырауындай жарқыраған періштелер түседі дейді. Олардың қолдарында жәннаттан болған кепендер мен және мисіктер болады. Ол жаңағы адамның алдында жанында отырады. Кейін өлім періштесі келеді де оның бас жағына келіп: ей орныққан нәпсі, Аллахтың рахметіне, Аллахтың разылығына қарай шық дейді. Оның рухы шығады. Періштелер, жаңағы періштелер жанында отырған. Ол рухы шыққанда Азраил алейхиссаламның қолына бір сетке де қалдырмай кепендеріне және мешіттеріне орап қояды. Одан сонда бір керемет иіс шығады. Оны аспанға көтеріп кетеді. Аспанда жолыққан періштелердің бәрі: бұл мына керемет иіс, бұның иесі кім? Бұның рухы кімнің рухы деп сұрайды. Сонда бұл пәленшенің рухы дейді. Өте жақсы көркем есімдермен атайды. Тіпті аспанның алғашқы қақпасына келгенде есігін ашуын талап етеді. Оған есікті ашады. Періштелер жақсы қарсы алып, кейінгі аспанның қақпасына дейін жақсы шығарып салады. Тіпті 7-ші қабат аспанға жетеді. Сонда Алла субханала тағаладан уахи келіп: бұл пенденің кітабын Иллииннің қатарына қосып қойыңдар. Иллиин деген яғни жәннатқа кіретін топтарының қатарына қосып қойыңдар дейді. Кейін оны қайтадан жерге тастаңдар. Өйткені ол адамды мен топырақтан жараттым, және топыраққа қайтарам. Қиямет күні тағы сол топырақтан қайтып жинап алам деді. Оның рухын жерге тастайды. Яғни денесіне қайтарады. Оған екі періште келіп сұраққа алады: Раббың кім дейді? Раббым Аллах дейді. Дінің не дейді? Дінім ислам дейді. Сендерге жіберген кісі жайлы не дейсіңдер дегенде, ол Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың елшісі дейді. Сонда Алла Тағаладан хабар келіп, бұл пендем рас айтты. Оған жәннаттың төсенішіне төсеп қойыңдар, және жәннаттың бір жерінің қақпасын ашып қойыңдар. Оған иісі келіп тұрсын. Сол кезде оның қабірі кеңейіп, көз жететін жерге дейін кең болып кетеді. Жәннаттың қақпасынан, терезесінен бір адам өте көркем бейнедегі, иісі керемет адам оған келіп көрінеді. Әбширу, әбширу биллади ясуррук дейді. Сені қуандыратын нәрсемен сен сүйіншілен деді.
Алла субхана ва тағала саған міне уәде еткен жерің, уәде еткен күнің осы дейді. Сен кімсің дейді? Мен сенің осы дүниеде істеген жақсы амалдарыңмын дейді. Сонда пенде бұл хабарды естіп, "Ей Рабби, қияметті тездетші" деп дұға етіп қалады екен. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да өзінің хадисін жалғастырады. Егер де пенде кәпір болатын болсашы, мұнафық болатын болсашы, бұл дүниеден аттанып қияметке қадам басқанда оның жанына жүздері қап-қара, қорқынышты, ұсқын бейнедегі періштелер келеді. Олардың қолдарында кепендер жұмсақ емес, бәлкім қатты кепендер болады, жанында отырады. Азраил алейхиссалам келіп, оның бас жағына кіріп, "Ей жаман нәпсі, Аллахтың қаһарына, Аллахтың азабына қарай шық" дейді. Оның рухы, кәфірдің рухы, сулы жүннен тікен ағашты суырғандай қатты қиналып шығады. Сонда ол рухы шыққанда періштелер жаңағы қатты матасына бір сәтке де Азраилдің қолына қалдырмай соған орап алады. Сонда одан қатты бір жаман сасық иіс шығады. Оны аспанға көтеріп кеткенде жол жөнекей бүкіл періштелер "Мына сасық иіс кімдікі? Кімнің рухы?" деп бәрі сұрайды. Бұл пәленшенің рухы деп оның жаман есімдермен атайды. Қақпаға жеткенде оның ашылуын талап етеді. Бірақ та қақпа оған ашылмайды. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде "Ла туфаттаху лахум абуабус самаи ва ла ядхулуна ал-джанната хатта ялиджал джамалу фис саммил хият" деген. Оларға аспанның қақпасы ешқашан ашылмайды. Және де ол түйе иненің көзінен өтпейінше олар жәннатқа ешқашан кірмейді. Осылай оның рухын жерге лақтырып жібереді. Құран кәрімде былай келеді: "Уа-ман юшрик биллахи факааннама харра минас самаи фатахтафуху ат-тайру ау тахуи бихи ар-риху фи маканин сахих" деген. Яғни кім Аллахқа ортақ қосатын болса, онда оны көктен түсіп, оны құс іліп алып әкететін тәрізді. Немесе оны ұзаққа жел ұшырып кеткен нәрсе сияқты. Яғни бұл мүшриктердің рухтары. Жерге түсіп бара жатқанда аспаннан сондай бір жылдамдықпен құстар оны аяқтарымен ұстап, паршалап, бөліп тастайды. Немесе мысал қатты жел соғып, оның рухы ұшып келе жатқанда, тағы да одан қарама қарсы жел соғып, терең қап-қараңғы жерге тастап жатыр. Серік қосылдың бейнесін Алла Тағала осылай сипаттап беріп жатыр. Оның рухын денесіне қайтарады. Қайтарғанда екі періште сұрақ қалады: "Раббың кім?" дейді. Бұл дүниеде ол Алла Тағала ұлы зат. Бұл дүниеде әрқайсысын өз халімен жүргізіп қойды. Кім бұл дүниеде немен өмір сүрсе, сонымен өледі. Ал кім немен өлсе, сонымен тіріледі. Кәпір болып өлді. Ол ешқашан тіліне кәлиманы алмады. Раббың кім дегенді ол білмеймін деп қалады. Ла адри дейді. Дінің не дейді? Дінімді не екен білмеймін. Аузы ашып аңқайып қалады. Сендерге жіберген кісі жайлы не дейсің дейді. Жасырын түрде айтады. Оны да білмеймін дейді. Мұнафиқтер, кәфірлер осылай ешқашан жауап бере алмайды. Сонда Алла субхана ва тағала ол жерге хабар жеткізіп, бұл пенде өтірік айтады. Оған тозақтың төсенішінен бір төсеніштер төсек қойыңдар дейді. Және тозақтың қақпасын ашыңдар, оған ыстығы кіріп тұрсын дейді. Сол кезде оның қабірі қатты қысылып, демалатындай дәрежеде болады. Қабырғалар бір-біріне айқасып кіріп кетеді. Сонда қақпадан, тозақтың есігінен бір ұсқын бейнедегі иісі жаман бір адам келеді. "Сен кімсің?" дейді. "Мен сенің осы дүниедегі істеген жаман ұсқын амалдарым" дейді. "Раббым, қияметті болдырмашы" деп ол осылай дұға етіп қалады. Бұл қабір азабы. Жаназаға барамыз, өлген адамды көреміз, бірақ одан ешқашан ғибрат алмаймыз. Артынан барып көмеміз. Әркімнің ойында осы болу керек. Қабір азабында жаңағы табыттағы адамды сен өзіңді көргенде көру керек. Өйткені ертең біз де сондай боламыз. Абу Дардадан мысал бір адамдардың арасында "Мынау мәйіт кім өз?" деп сұрағанда, "Бұл сен" деп айтқан. Ертең оны сен де өлесің. Өйткені Алла Тағала "Иннака мәйитун ва иннахум мәйитун" деген. Сен де өлесің, олар да өледі деген. Енді мысалы бәріңіз ойланып көріңіздер. Осы уақытқа дейін қанша өмір сүрдіңіздер? Біреулер 30, біреулер 40, біреулер 50. Амалдарыңызға көз жүгіртіңіздер. Егер де мысалы қазір мәләкүл маут келіп қалса, не істейсіз? Сол амалдарыңызбен кетесіз.
Жаназаңызды шығарғанда бала шағам деп жатқан, әке шешем деп жатқан адамдар өздері сені шығарып салады. Егерде мысалы Аллахтың разылығына бір жақсы амал істемесек, не болады? Табытпен көтеріп, сол 2 метр жерге алып барады. Мені қайда алып барасыңдар? Қайда алып барасыңдар деп жар саласың. Оны ешкім естімейді. Қабірге барасың, 2 метр жер. Өз жерде амалыңа жараса, қабірің кеңейеді, немесе тарланады. Егерде амалың жаман болса, періштелер саған есік қағып кірмейді. Мұнкар мен накирдің дауыстары жерді жарады. Сөйлегенде ол өзінің атын ұмытып қояды. Сол кезде Раббың кім, дінің не, сендерге жіберген адам кім дегенде оған жауап беремесе не болады? Егер жақсы болса табыттың үстіне тұрып, мені ертерек алып барыңдар. Маған уәде етілген нәрсені егер білгендерге ертерек көметін едіңдер дейді. Сол жерге алып барады. Періштелер жақсы қарсы алады. Ол бас жағында келгенде намазы шығады. Сен бұл жақтан келмедің. Бұл Алла Тағалаға 5 уақыт намазын оқып, құлшылығын қылды, түнде жалбарынды. Сен басқа жақтан келдің дейді. Оң жағынан келеді. Оң жағында садақа шығады. Сен бұл жерден қатты дөрекілікпен келме, бұл Алла жолында садақа бер дейді. Сол жағынан келеді. Сол жағында оразалары шығады. Бұл Алла жолында ораза ұстады. Сен бұл жерден келме дейді. Аяқ жағынан келеді. Аяқ жағына әке шешесіне жақсылық қылған жақсылықтар шығып, сен бұл жерден келме дейді. Сонда оны ұйқыдан оятқан адам сияқты оятады. Раббың кім? Дінің не дейді? Жеңіл ғана жауап береді. Сондықтан бұл жер бетінде жүрміз, бірақ бәрі кіретін жеріміз не? 2 метр жер. Жер күнде жар салады екен. Ей адам баласы, үстінде жүресің, бірақ бір күні кеп ішіме кіресің дейді. Ей адам баласы, үстінде жүргенде алуан түрлі тағамдарды жейсің, бірақ ішіме кіргенде құрттар сені жейді. Ей адам баласы, үстінде жүргенде қуанып жүресің, ал ішіме кіргенде қайғырасың дейді. Ей адам баласы, үстінде жүргенде күліп жүресің, бірақ ішіме кіргенде жылайсың дейді. Ей адам баласы, үстінде жүргенде күнә істейсің, бірақ ішіме кіргенде азапталасың дейді. Сондықтан да әрбір момынға міндет болған нәрсе не ол? Алла Тағаладан қабір азабынан сақтау керек. Өйткені бұл дүниеде жүрміз бе біз? Үлкен мүмкіндік. Қабірге кірмей жатып амал қылу керек. Қабірге кіргеннен кейін Раббиржиуни лаалли амалу салихан деп қаласың. Ей Аллахым, осы дүниеге қайтар мүмкін жақсы амалдар істермін деп қаласың. Сұрайсың, бір уақыт намаз оқып қалайыншы, бір жақсылық істеп қалайыншы, кәлима айтып қалайыншы, ла иляха илля Мұхаммад расулуллах деп айтайыншы деп рұқсат сұрайсың. Ешқандай саған рұқсат жоқ. Сонда өлген адамдар, жер бетінде тірі жүрген адамдар қатты таңғалады екен. Олар күндерін бекер өткізіп жүр ғой. Неге осылар ойламайды? Ертеңгі күні осы қабірге кіргенде бүкіл жағдайым бәрі мәлім болады дейді. Міне бұл біздің күндеріміз. Қадір білу керек. Бұл күндеріміз бізге алтын сияқты. Және қияметке жалпы дайындайтын заттарымыз осы күнімізде. Күнімізді үнемдеп заттарымызды дайындайық. Әрине ол Аллахқа иман келтіру, Аллахқа бойсыну, тақуалықпен безену. Сондықтан да қабірді еске алайық. Алғашқы басатын қияметке қадамымыз ол осы қабір. Адамдардың бұл дүниеде қанша амал жасасын, ол ықыласпен болмаса, оның жалпы жағдайы қабірде мәлім болады. Қабыл болды ма, болмады ма? Егер де жақсы өтіп кетсе, ары қарай жақсы. Егер өте алмаса, Құдай сақтасын, ол соңы жаман болады. Алла субхану ва тағала баршамызды қабір азабынан, тозақ отынан сақтап, жәннатына кіргізген болсын. Уассалаллаху тағала аля хайр халқи Мұхаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.